Дәуіттің 30 ұлы. Қолға су құю. Дәуіт пайғамбардың 30 ұлы болған екен. Бірде құлшылық уақыты таяғанда ол ұлдарын ертіп мешітке келеді. Халық жиналып үлгермепті. 30 ұлым да бір жамағат қой, деп жұртты күтпестен ұлдарымен ғибадатты бастап кетті. Намазда екі жаққа сәлем беріп жатып, расында да өзімнің әулетім бір қауым ел екен деп астамшылық ойлады. Намаз бітіп, бата жасаларда 30 ұлы сәждеден тұрмай қалды. Дәуіт секем алып тіксініп қалды. Астамшылық ойлап, халықты күтпеген үшін Алла оның 30 ұлына сол мезетте қаза жеткізген екен. Қателігін түсінген Дәуіт 40 күн бойы бас көтермей Жаббардан кешірім сұрап жатып алды. Рахман Құдай оның күнәсін кешіп, Дәуітке: 30 ұлыңды қайтарып берейін бе, әлде 30-ына татитын бір ұл берейін бе, деді. Дәуіт: Аллаға екі еткен жараспайды, пендесі оның жіберген қазасымен таласпайды. Құдай салды, біз көндік. 30-ына татитын тағы да бір ұл бер, деді. Хақ тағала оның тілегін қабыл алып: Әй Дәуіт, саған бір ұл нәсіп етемін. Шарты сол, ол баланың қызығын 9 жыл ғана көресің. Осыған ризасың ба, деді. Дәуіт іштей қынжылса да, Жаббар иемнің әміріне не қылса да ризамын, деп келісті. Көп ұзамай ұлды болып есімін Сүлеймен қояды. Дәуіт патша болғасын, оның сарайына күн сайын жүздеген адам қонаққа келеді екен. Сол кезде 7 жасар Сүлейменді бір қолына құман, бір қолына сүлгі ұстатып, сарайдың алдында қызметке қояды. Бала күні бойы кірген шыққан қонақтардың қолына су құйып, алғысын алады. Оның адал қызметіне риза болған қонақтар: Ғұмыр жасың ұзақ болсын, Құдайдың сүйікті құлы бол, басыңнан бақ, астыңнан тақ кетпесін, әділ патша бол, екі дүниенің сырын біл, дұшпаныңа қатал, досыңа адал бол, ғалым бол деп 99 түрлі тілек айтып бата береді екен. Арада 15 жыл өтеді. Сүлейменнің бұғанасы бекіп, қабырғасы қатайып, ойы да, бойы да өсіп, азамат болып ер жетеді. Бір күні Дәуіт тәңірісінен: Уа Жаббар ием, маған ұлыңның қызығын 9 жыл ғана көресің деп едің. Бұл не хикмет, деп сұрады. Ұлық Алла: Рас айтасың, Сүлейменнің пешенесіне 9 жылдық ғұмыр жаздым. Бірақ зерек ұлың қонаққа қызмет етуден шаршамады. Ақсақалдардың батасын алуға құмар болды. Күн сайын адамдар оған менің 99 есімімді айтып, шын жүректен алғыс жаудырып, батасын береді. Көптің алғысымен оның ғұмыр жасы ұзарды. Менің бір есімім халық. Халықтың тілегін қабыл етпеу ұлықтығыма сын болар. Бүгіннен бастап Сүлейменге 99 түрлі мұғжиза берем. Жердегі бүкіл тау тас, аң құс 18 мың ғаламға патша қыламын, деді. Содан бастап Сүлейменге дарымаған керемет қалмапты, деседі.